Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз мәнерлеу оқу пәні бойынша практикалық сабақ. Сабағымыздың тақырыбы мультимедиа арқылы мәнерлеу оқу дағдыларын дамыту. Сабағымыздың смарт мақсаты жаттығу жұмыстарын жүйелі жасай отырып, мультимедиа арқылы мәнерлеу оқу мен шығармашылық қабілетін арттыру. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақта өздеріңіз сайлап қойған сарапшыны таныстырып өтейік. Мадина және Назерке. Бүгін Мадина мен Назеркеге әділдік пен алғырлық тілейік. Ал енді бірінші топ, мен сіздерге шабыт деген ат қойып отырмын. Себебі сіздердің тапсырмаларыңыз Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» атты өлеңін тыңдап, одан кейін сол ақынның өлеңіне өздеріңіз жауап жазып, және оны мәнерлеп оқу керек. Шығармашылық шабыттарын шыңдала берсін деп шабыт деген ат қойып отырмын. Екінші топ сіздерге Әли мен Аятты мультхикая берген. Содан өздеріңізден қажетті жерін кесіп алып, дауыс ырғағын салу керек, әрекеттерін, және ауыз қимылмен ілесу керек. Сондықтан сіздерге мәнерлеп оқу дағдыларын дамыту үшін мәнер деген ат қойып отырмыз. Ал енді сіздерге миға шабу әдісін қолдана отырып, сабақта бастамас бұрын жаттығу жұмыстарын жасаймыз. Сіздер білесіздер ғой балалар, мәнерлеу оқудың алдында міндетті не жасаймыз? Жаттығу жасаймыз. Соған байланысты сіздерге қазір алдарыңызда QR-код берілген. Сол арқылы тыңдап алыңыздар бірінші. Сол арқылы кабинет тақтасына кіріп, жаттығу жұмысын тыңдайсыздар. Мұнда жаттығудан үзінді берілген. Үзіндіні тыңдайсыздар аудио арқылы, сосын қандай жаттығу атын табасыздар және оның толық нұсқасын айтып, осында орындаймыз. Бастаймыз, құлаққа тірейміз, тезірек бәріміз. Қосыңыздар аудионы. Жақсы. Үзіндісі, кәне кім табады? Жақсы, бірінші рақым көтерді. Бұл дикцияны жетілдіруге арналған тапсырмалар. Дикцияны жетілдіруге арналған жаттығу дейді, дұрыс па? Дұрыс. Көмейдің қозғалмауын дамытады бұл жаттығу. Жақсы, орындай беремін. Келе ғой, бәріміз тұрамыз орнымыздан. Бұл жаттығуды істеу үшін И-У дыбыстарын баяу айтамыз. Ең алдымен И дыбысын айтқан кезде денемізді жоғары қаратай көтереміз. Қабырғамыздың астын. Қабырғамыздың астын жоғары қаратай көтереміз. Одан кейін У дыбысын айтқан кезде денемізді төмен қарай түсіреміз. Қабырғамызды көтереміз, төмен түсіреміз. Төмен түсіреміз, иә. Ендеше бастайық. Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» атты өлеңін аудио арқылы тыңдау. Екінші, ақын өлеңіне жауап жазу. Үшінші, оны мәнермен жеткізу. Ал бастайық. Бірінші, барлықтарымыз аудионы тыңдап алайық. Үш бірдей бақытым лабырақанда, менің бай бақытыға дарыма, үш күн нұрын төгер аспанымнан, Атырау, Алтай, Сарқас, Алатау. Міне, балалар, ақын Мұқағали Мақатаев «Үш бақытын» осылай жырлаған. Ал енді бүгінгі біздің студенттеріміздің, яғни шабыт тобының «Үш бақытын» қалай жырлаған екен? Сөз кезегі өздеріңізде. Мұқағали Мақатаев «Үш бақытым, халқым, тілім, отаным» деп жырлаған. Ал біз бұлай жырлаймыз. Ақиық, ақын рухымен сырласамын, үш бақытым өлеңінен нәр аламын. Халық, тіл, отан дедің үш бақытым, мен де сізге еліктеп жыр жазамын. Ең бірінші бақытым, жерім менің, төсінде өсіп құдіретіңді сезіп келем. Бар байлықтың анасы бір өзісің, қорқыңдар жер ананың киесіне. Ал екінші бақытым, тілім менің, шала қазақ атанды тілім бүгін. Ана тілін білмеген мәңгүрттерді адамдықтан безгендік дер едім мен. Бақытым бар үшінші салт дәстүрім, ұлтымның құндылығын танытатын, тәлімменен тағылымның шаңырағындай, әр шаңыраққа орнықса бақыт дерем. Үш бірдей бақытым бар заманымнан, Әр күн сайын тілейік ұлғаладан. Әлемді таңғалдырар елге айналып, Үлгі алсын барлық ұлттар қазағымнан. Үлгі алсын барлық ұлттар қазағымнан. Керемет балалар. Өлеңдер ұнады ма сіздерге?
осында сіздердің 3 бағыттарыңыз қазіргі қоғамдағы жер, тіл және салт дәстүр тұрсыздар. Иә, рас, біз де келісеміз, солай емес па? Әрбір шаңырақта жер мәселесі, тіл мәселесі, салт дәстүр мәселесі төрге шықса, қазақ елінің болашағы жарқын болары сөзсіз. Жақсы, сөз бірінші өздеріңізге беріледі. Осы топта жұмыс жасағанда, бүгінгі жауаптарыңыз бойынша өздеріңіз қалай бағалайсыздар? Қолдарыңызда смарт сағат бар, барлықтарыңыз қолдарыңызда смарт сағат бойынша өздеріңізді бағалай қойыңыздар. Мен де өзім 8 деген бағамен бағалаймын. Жақсы, рахмет. Енді сөзге сарапшыларға берейік. Сарапшылар. Мен сіздердің өлеңдеріңізді тыңдап, дайынламасы өте зор екенін түсіндім. Үлкен еңбектеріңіз үшін рахмет. Бірақ айтатыным, сіздерге ой екпінімен және де кідіріспен жұмыс жасау керек. Яғни тіл туралы өлеңін бұлай үлгі ретінде осылай самға дебедім. Ал екінші бақытым тілім менің. Шала қазақ атанды тілім бүгін. Ана тілін білмеген мәңгүрттерді адамдықтан безгендік дер едім. Ал маған жер туралы айтқан бірінші өлеңдеріңіз ерекше әсер етті. Ең бірінші бақытым жерім менің, төсіңді өсіп, құдіретіңді сезіп келем. Бар байлықтың анасы бір өзіңсің, қорқыңдар жер ананың киесінен. Өтпекая бойынша ұнаған жерін кесіп алдыңыздар ма? Дұрыс. Содан кейін әрбір кейіпкердің дауысын саласыздар және ауыз қимылмен ілесу керек. Енді тағы да құлаққапты киеміз. Екінші QR-код арқылы екінші атуға көшеміз. Тезірек аудионы тыңдаймыз. Бәрі құлай естіп тұр ғой. Ал кәлетім? Жақсы, бірінші көтерді Алина. Қандай жаттығу екен? Тілдік жаттығу. Ол тілді жаттығу деп. Келісесіздер ма? Келісесіздер. Жақсы, рахмет Алина. Ал бәріміз тұрамыз орнымыздан. Бұл тілдік жаттығу, яғни тілдің астына күре тамырларға күш түсіреміз. Және де р дыбысын айтамыз. Әже, ата, не істеп жатырсыздар? Бұл не? Әже, атадан не сұрап жатырсыз? Сүйінші деген не? Құлындарының білім. Сүйінші сұрау деген бұл халқымызда ежелден келе жатқан дәстүр ғой. Қандай да бір жақсы хабарды алып келген адам туыстарынан, жақындарынан, достарынан сүйінші деп сүйінші сұрайды. Ал мен, солай ма? Иә, құлындар, міне хат келді. Бұл жақсы хабар ғой әжелеріңе. Солай ма? Сүйіншіге не береді сонда? Қалаған беремін. Ата, онда әжеден көп кәмпит сұрайыншы. Қалаған. Бірінші топ смарт сағат арқылы жеке-жеке өздерін бағаласа, бұл топты жұптық бағалау жасағым келіп отыр. Қазір сіздерге 10 балдық жүйені таратамын. Сіздер бір-біріңізді Әли мен Аян бағалай, атасы мен әжесі бір-біріңізді бағалайсыздар. Ал сөз кезегі Әли мен Аяға берді. Мен Аяны сомдаған тәмеліске 9 балды қойғым келеді. Ода барлығы жақсы шығып тұр, бірақ әлі жұмыс жасау керек. Сарапшыларға берейік. Көтеріңіздер жоғары. Жоғары көтеріңіздер. Керемет, Мадина керемет дейді, Назерке өте жақсы дейді. Атасына екеуі де жақсы дейді. Ал енді балалар топтық жұмыс жасап болды. Енді жеке жұмысқа көшеміз. Қазір алдарыңызда сурет берілген. Бұл суретті қалапқа сай орындайсыздар. Оны білесіздер, суретпен жұмыс жасап жүрсіздер. Менің мәнерлі оқу кітабымда оның ережесі жазылғанын білесіздер. Сол ережеге сай суретпен жұмыс жасайсыздар. Бірінші ат қоясыздар, суретте 60-70 сөзден тұратын әңгіме құрастырасыздар, оның тағылымы болу керек және дауыс ырғағын салу керек. Сіздерге 10 минут уақыт беріледі. 6-7 минуттың әңгіме құрастырасыздар, 3 минутқа мәнерлі оқуға дайындаламыз. Бастаймыз. Тезірек. Ал уақыт аяқталды, сіздерге берілген. Бұны неге алып отырмыз? Отыра қойыңыздар балалар. Отыра аяғын рахмет. Себебі біздің студенттер көпшіліктеріңіз осындай мәнерлі оқуда ұңғым орнына ұнап жүресіздер.
Сондықтан ың дыбысын дұрыс айту үшін бұл жаттығу өте тиімді. Естер ғой. Жақсы, ал енді сөзбен жұмыспен бірінші бізде айдан ағыя қол көтеріп келе айдан. Балам, сен олай кісілердің сөзін бөлме. Алдымен тыңдап ал. Кешіріңізші ата, мен асығып тұр едім. Келесі жолы бұлай жасамауға тырыс. Суреттің мағынасы жақсы айтады, суреттің бәр бағанасын өте жақсы аша алдың, тек атаның дауысы кішкене жалғыраса өте жақсы болады. Рахмет. Мұндағы отбасында үлкен құндылық қалыптыр, иә? Бір-бірін сыйлау, қарындасының ағасының қамқоры деген сияқты үлкен отбасы құндылығының дүниесін көрсеткен Айдан аға рахмет айтамын. Бектің тапсырмасы бойынша сарапшыларға сөз кезегі береміз. Сіздерге тест және тапсырма дайындап әкетті. Сөз кезегі сарапшыларға. Шабыт тобы, мен сіздерге тест жұмыстарын алып келдім. Қазір әрқайсыларыңызға бұл бланктарды таратып беретін боламын. Сіздер белгілі бір уақыт аралығында бұл нәтижелерді тез бояп қоясыздар. Одан кейін уақыт аяқталғаннан кейін мен өзімнің ұялы телефоныммен сіздердің жаңағы бұл тест тапсырмаларына қаншалықты дұрыс, я бұрыс жауап бергендеріңізді тексеретін боламын. Нәтижесін ұялы телефон арқылы айта қояды. Ал мәнер тобына келетін болсақ, мәнер тобы сіздер өздеріңіздің планшеттеріңізден капотты ашық қойсаңыздар. Ашық планшеттен жұмыс жасай беріңіздер. Сіздер қазір осы жерде пин-код шығады, тере қойсаңыздар. Тере қойыңыздар. Ал бізде дұрыс жауап бергендерге тоқталатын болсақ, үшінші орынға бізде Тамилис, екінші орынға Аралым және де ең дұрыс жақсы жауап берген Алина. Рахмет үлкен жауаптарыңыз. Дағжан 100%. 90%. Ал енді балалар сабақтың соңында жеттік. Рефлексия бойынша жұмыс жасаймыз. Енді қараңыздар, бүгін қандай колледж рефлексия жүрді деп ойлайсыздар? Қанекей? Көкшетау педагогикалық колледжінің мұғалімдері, сіздерде Қырғыз университетінің кәсіптік колледжінің директоры доцент Ахматов салам айтасыздар. Онлайн занятие Гүлжаната Нурмагомбетовны, мультимедийные технологии изучения предмета, которая поможет, я надеюсь, так поможет и нашим преподавателям, опыт поможет и нашим преподавателям принять данные методы преподавания занятий, использования мультимедийных технологий. Одасын білесіздер ғой, таңдап жүрсіздер. Жақсы. Ал енді осы арқылы сіздер күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері, қауіптері. Сіздер, сарапшылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мультимедиа арқылы мәнерлеу қодағыларын дамыту атты рефлексия жүргізіңдер. Ал сіздер өздеріңізге қазір білім шам әдісі арқылы сіздерге таратамын. Шамдарыңызды жағып, ұялы телефонын көріңіздер, қай студент жұп боласыздар, солар шығып бір-біріңізге бүгінгі сабақ бойынша пікірлеріңізді, нәтижелеріңізді айтыңыздар. Дамирис бүгінгі сабаққа өте белсене қатысты, және де мен оның ерекшелігін осы Алина аяқ қойылымынан байқадым. Ал енді сөз кезегін сарапшыларға береміз. Бірінші күшті жақтарына тоқталсам, мультимедиалық тапсырмалар тақырыпқа әрқашанда сай болып, оқушылардың, яғни студенттердің әрқашанда тақырыпқа әрі қарай қызықтырып, түрлендіре алады деп ойлаймын. Және де свод талдауының әлсіз жақтарын айтар болсақ, мұнда яғни білім алушылар мультимедианың өзінен басқа мүлдем бөгде жұмыстармен алысып отыруы мүмкін. Сол себепті сабақ барысында әрбір оқушыларға, білім алушыларға қадағалау қажет. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта жұптықта жұмыс болды, топтықта жұмыс болды, жекеде жұмыс болды. Өздеріңіз смарт сағат арқылы жеке өздеріңізді бағаладыңыздар, жұптық жұмыспен бағаладыңыздар және сарапшылардың пікірімен бағаладық. Мен барлық бағалауды қорыта отырып, өзім пікіріммен сіздерге журналдарыңызға тиісті бағаларыңызды қоямын. Енді бет тапсырмасын назар аударайық. Бүгінгі сабағымызға барлықтарыңыз қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамын. Шабыт тобы да, мәнер тобы да өздерінің шығармашылық шабыттарын шыңдай білді, дауыс ырғағымен жүйелі жұмыс жасай білді. Барлықтарыңызға рахмет. Әрқашан қазақ елінің пір тұтар тұлғасы болып өсіп өне беріңдер.